Қайырлы күн, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге вупи-пай тортын пісіріп көрсетемін. Жасалу жолы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге бірінші қамырына 5 жұмыртқа, 160 грамм шекер, 80 грамм сары май, 100 грамм Қазақстан шоколады, 200 грамм ұн, 20 грамм разрыхитель, 20 грамм какао қажет. Бұл какаоның аты Малайзия. Бұл какаоны қоссаңыздар өзі торттан шоколадтың дәмін шығарады. Кейін түсі қоңыр болып, таза тұнық әдемі болып шығады. Біз бірінші май мен шоколадты жай отқа қойып ерітіп аламыз. Бір келгі болғанша қозғап тұрамыз. Одан кейін 5 жұмыртқа мен шекерді жақсылап араластырамыз. Енді жаңа жұмыртқаға шоколад пен сары майды қосамыз. Оны тағы да араластырамыз. Бөлек ыдысқа ұнды мен через ситодан өткізіп алдым. Какаоны разрыхительді қосып, жақсылап араластырып, осы дайын болған ұнды жаңағы жұмыртқаға 3 бөлікке салып, жақсылап араластырамыз. Бізде торттың қамыры дайын, енді оны пісіру қалды. Пергамент қағазға диаметрі 23 қылып, 4 бөлікке бөліп пісіріп аламыз. Мен бірінші мынаны қамыр пісіретінен ручкамен сызып, қалыппен дайындап алдым. Сол кезде осылай істесеңіздер, шетін кеспейсіздер, торт әдемі шығады. 2 қамыр пісті, енді 2 қалды, осыны пісіреміз. 170 градуста 10-12 минут пісіріп аламыз. Қамырымыз пісіп жатыр. Енді біз кремін дайындайық. Бізге 400 грамм сливки керек, маскарпоне 200 грамм, творожный сыр 300 грамм. Міне творожный сырды грамдап сатып келдік. Сахарный пудра қажет. Енді крем дайындайтын ыдыс құрғақ, салқын болу қажет. Сливкиді құйып, миксермен жақсылап қойып болғанша араластырып аламыз. Енді бөлек ыдысқа творожный сырды, сахарный пудраны салып, бір келгі болғанша араластырып, осы сливкидің үстіне қосып, маскарпонені қосып, тағы да араластырамыз. Дайын болған кремді арнайы қалақшамен жақсылап араластыру қажет, ішіндегі ауалар шығу қажет. Қазір насаткамен біз қамырына торттардың шариктерін дайындаған кезде арасы бос болып қалмау үшін осылай жақсылап араластырып аламыз. Енді торттың негізгі бөлігіне келдік. Тортты жинаймыз. Торттың кремін дайындайтын заттар холодильникте салқын жерде тұру қажет. Сол кезде араластыратын кезде ғана алып істетесіздер. Жылы жерде тұрып қалса, дұрыс шықпай қалуы мүмкін.
Тортымызды жинап болып қалдық. Енді бетіне құятын ганажды дайындап көрсетемін. 70 грамм сливкиге 100 грамм Қазақстан шоколадын салып, жай отта қозғап тұрып ертіп аламыз. Кейін оны ерігеннен кейін торттың үстіне құйып шығамыз. Тортымыз дайын. Қараңыздар, міне қалай әдемі шыққанын. Енді осы тортты кемі 4 сағатқа холодильникке қоямыз. Беті міндетті түрде жабық болу қажет. Бұл тортты жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бұл оригинал рецепт. Егер видео ұнап жатса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.